Петропавл қаласының әкімі Марат Тасмағамбетовтің қатысуымен қаладағы қоқыс қалдықтарын уақытылы жинап шығару мәселесі бойынша жиын болып өтті. Отырыста қоқыс қалдықтарын уақытылы шығару, қоқысты бөлшектеп жинауды жүзеге асыру және де көрсетілетін қызмет түріне төленетін қаражаттың уақытында тапсырылмауы талқыланды. Өткен жылғымен салыстырғанда ағымдағы жылы жағдай жақсарған. Дегенмен де ауладағы қоқыс жәшіктеріне арналған қоршаудың жоқтығы, ескі жәшіктер санитарлық нормалардың сақталмауы да кездесіп отыр. Петропавл қаласында қоқыс шығаратын 7 мамандандырылған мекеме бар. Қала бойынша 2010 қоқыс жәшігі орналасқан. Аталмыш мекемелерде барлығы 182 жұмысшы қызмет атқарады. 40 техника, сонымен қатар 26 қоқыс шығаратын техникамен қамтамасыз етілген. Қоқыс шығару үшін төленетін тариф көлемі ай сайын адам басына шаққанда 120 теңгеден 175 теңгеге дейін құрайды. Жиында қоқысты полигондарға шығаруда көрсетілетін қызмет түріне төленетін қаражатты уақытылы төлемеген бірқатар мекемелерге ескертулер айтылды. Сонымен қатар қаладағы маңызды көшелермен қатар ішкі көшелердегі қоқысты жинап шығаруды қолға алу тапсырылды. Марат Тасмағамбетов қала әкімінің жеке сайтына түскен шағымдарды да айтып өтті. Соның ішінде жер иелері бар аудандарда қоқысты шығаруды қолға алу керек екенін атап өтті. Жиын соңында шаһар басшысы жауапты мекемелерге бірқатар тапсырмалар жүктеді. Барлық қоқыс шығарумен айналысатын мекемелер әр жұма сайын өтетін сенбіліктерге қатысу, жәшіктерге арналған қоршау алаңдарын жөндеуді, жәшіктерді жаңартуды, сонымен қатар қоқыс алаңдарындағы үлкен көлемді қоқыстардың жиналып қалмауын қадағалауды тапсырамын. Қаламызда биылғы жылдан бастап қоқысты бөлшектеп жинау жүзеге асырылып жатыр. Бұл бастама алдағы уақытта да өз жалғасын таппақ. Жалпы қала бойынша қоқыс шығарумен 7 мамандандырылған мекеме айналысады.